Соңғы кезде ұлттық қауіпсіздік комитеттері мемлекеттік қызметкерлерді бақылау тексерісінің нәтижесіне бірыңғай әкімнің орынбасарлары бірі парамен, бірі түсініксіз байлықпен, бірі есірткімен ұсталынып жатыр. Біз әдетте әкім жұмыс жасамай жатыр, бөлінген ақшаны жеп қойып жатыр деп әкімге оп-оңай кінә арта саламыз. Әкім стратег, ол бағыт бағдар беруші, жоспар бекітуші, жауапкершілікті бөліп беруші. Ал сол бағыттың халыққа тікелей жетуі, жолдың салынуы, әлеуметтік көмектің әділ бөлінуі, аурухана, мектептің жұмысының жағдайы тікелей орынбасарларының міндетінде. Қазір халықтың жағдайы күннен күнге тұрмыс тіршілігі нашарлап бара жатыр. Кейбір орынбасарлардың тұрмыс тіршілігі әкімнің де жағдайынан жақсы. Қымбат машина, қос-қос зәулім үй, түрлі бизнес, түсініксіз байлық, бір ғана айлыққа осынша дүниені жасап алу мүмкін емес. Бұл сол жүйедегі жауапсыздықтың белгісі. Егер халықтың жағдайы түзелмесе, жастар жұмыссыз болып ауыл тозған болса, онда бөлінген қаражат діттеген жеріне жетпей жатыр деген сөз. Мемлекеттік қызмет, оның ішіндегі әкімдік, байлық жиятын жер емес, ол халықтың жағдайын реттейтін мекеме. Сондықтан барлық мемлекеттік қызметкерлер, әсіресе әкімнің орынбасарлары, оның әйелдері, туған туыстары қатаң тексерілуі керек. Қызметінен байлығы сәйкес келе ма бір-біріне, ар ұяты қызметінен биік тұра ма, соларды анықтап тексеріп, егер халықтың ақысын жеген болса, олар міндетті түрде жауапқа тартылуы тиіс.